Күнделікті шаш жинауды түрлендіріп отыру көңіл күйге де оң әсерін тигізеді. Әсіресе кешкілік серуендер, жоспарсыз болып жататын кездесулер кезінде шашыңыздың сәнді жиналғаны бір жағынан әдемі, екіншіден бойға сенімділік сыйлайды. Ал негізі бұл жағын қыздар қауымы меніңше басымдылықты бет бояуға беріп, шаш жинауға келгенде уақыттары болмай, жай ғана өйтіп, жайы салып шыға салатын сияқты. Нұржан, біз қазір небәрі 4-5 минутта ғана әдемі етіп шаш жинау үлгісін әдеттегідей ең сұлу шырайлы майдарынан үйренеміз. Сол үшін қыздар әдемі емес, ару болмай, тек еріншек немесе жалқау қыздар болатыны ұмытпаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге арнап, осы жаз кезінде 2019 жыл трендке арналған қысқа шаштың тез әрі оңай жинау тәсілін сіздерге көрсетпекпін. Ол үшін ең алдымен бізге шаш үтіктегіш үтік керек, сонымен қатар басы үшкір, тарақ керек, шаш қысқыш керек, одан кейін мынандай кішкентай резинкалар, одан кейін шашты қыстыру үшін мынандай қыстырғыштар керек. Алдымен шаш үлгісін жасамас бұрын шаш үтіктегіш арқылы шашымызға бағыт-бағдар беріп бұралап алу керекпіз. Үтіктегіштің градусын егер де шаш боялған сары шаш болса, онда 150-160 градуста пайдаланамыз. Егер де біздің қазақи шаштар болса, онда үтіктегіштің градусын 230 градусқа қойған дұрыс. Одан кейінгі міне шашқа бағыт-бағдар беріп болдық. Енді жинау әдісіне қарай көшсек, ол үшін алдымен алдыңғы шаштарды, құлақтың алдыңғы жағындағы шаштарды алдыңғы бетке қарай жібереміз де, ал мұны артқы шаштардың төбесін бағыт-бағдар беріп, бұны кішкене сәл-пәл көтеріп жинаймыз. Невидимканы мен қыстырған кезде аштым, шаштың ортасына қарай, невидимка көрінбес үшін тығып қыстырам. Бір невидимка шашты босытайтын болса, өндеше екі невидимканың бірін үстіне бірін қойып айқастырып, яғни осындай бағытта қыстырамыз. Одан кейін артқы шаштарды жақ шетіне қарай әкеліп, бұлай кішкене ашып, яғни көлем береміз шашқа. Енді жақтағы шашты дәл сондай бағытта кішкене орап, бұлай көлем берсек те болады. Одан кейін астыңғы шашты бір-біріне бұлайнан орап, тағы да оған көлем береміз сәл-пәл көтеру арқылы. Артқы шаштардың жинау үлгісі міне дайын. Неғұрлым шаш шашыраңқы болып тұрса, соғұрлым ол әдемі болып көрінеді. Егер де шашымыз сәл-пәл жұқала болса, онда оған лакты сеуіп, артынан тағы да көлем беріп отырамыз. Кішкене одан әрі жеңіл, әрі шашыраңқы көріну үшін. Алдыңғы шаштарды алдына қарай жібердім. Одан кейін одан қалған шаштарға көлем беру арқылы, яғни артқы шаштерге қалай мынандай бағытта жинаймын. Міне қымбатты көрермендер, небәрі 5-7 минут арасында жасалған қысқа шашқа арналған шаш үлгісі. Егер де алдыңғы шаштарымыздың бұрасы кетіп қалса, тағы да үтіктегішпен бұралап, кейіннен лакпен қатырсақ болады. Сонымен небәрі 5-7 минут арасында жасалатын шаш үлгісі дайын. Назарларыңызға рахмет.